Қазақ ертегісі. Хан мен құмырсқа. Ерте замандарда бір хан болыпты. Ол өзін әлемдегі ең ақылды, парасатты, ең шешен адамын деп ойлайды екен. Бір күні хан қалың нөкерін алып сайысқа шығуға әзірленеді. Жан-жаққа жаршы, хабаршылар шаптырып, құрт-құмырсқа, кішкене жәндіктер 10 күнге дейін індерінен шықпайтын болсын, әйтпесе біздің аттарымыз таптап өлтіреді деген хабар таратыпты. Бұл хабарды естіген ұсақ жәндіктер індеріне тығылыпты. Ал құмырсқалар болса әлгі ханды өз ауылдарына бір қондырып, сый-сияпат көрсетпек болады. Хан қалың қолмен аңға шығады. Жолда келе жатып, құмырсқалардың жол тосып топтасып тұрғанын көреді. Құмырсқалардың бәрі ініне тығылсын деген хабар берілмеп пе еді? Бұл не қылған шоғыр? Дейді хан. Нөкерлері де таңданып қалады. Таяп келген соң, құмырсқалардың патшасын шақыртып алып жөн сұрайды. Топталып жолда тұрғандарың қалай? Тақсыр, депті сонда құмырсқалардың патшасы. Сізді жолай біздің ауылға бір күн түнеп, сый-сияпатымызды көрсе екен деп алдыңыздан шығып тосып тұр едік. Хан бұған таңырқай тұрып мысқылдай күледі. Әй ақымақтарым-ай, ал біз түнеп-ақ шығайық. Сонда осыншама адам мен ат көліктердің ішіп жемін қайдан тауып бересіңдер? Соны ойладыңдар ма? Ол жағынан қам жемеңіз, тақсыр, депті құмырсқалардың патшасы. Көп біріксе көл емес пе? Еңбегімізбен ерді сыйлаймыз. Мұны естіген хан, ырыздығын Құдайдан десең, сөзіңе тоқтар едім, депті шалқақтап. Бірақ сөз таппадың. Осынша адам мен ат көлікті еңбегіңмен қалай тойдырар екенсің? Тақсыр, аттан түсіңіздер, депті құмырсқалардың патшасы. Егер сіздерге астағам қамдай алмасақ, мен айыпты болайын. Мұны қызық көрген хан миығынан күліп, мейлі онда, қарық қылғаныңды көрелік, деп бір қонып аттануға көніпті. Сөйтіп, құмырсқалардың патшасы хан мен оның нөкерлерін арнайы әзірлеп қойған шатырларға бастап алып келеді. Ат көліктерін қора-қораға орналастырады. Содан кейін құмырсқалардың патшасы барлық құмырсқа атаулыға әрқайсысы бір-бір түйірден нан өгіндісін, бір-бір сабақ жабайы жоңышқа алып келуге әмір беріпті. Құмырсқалар өз патшасының жарлығын орындау үшін жан-жаққа тарап кетеді де, бірінің соңынан бірі кері орала бастайды. Біраздан кейін нан, сұлы, жоңышқа төбе-төбе болып үйіліп қалады. Оған қонақтардың ат көлігі сылқия тояды. Мұны көрген хан қайран қалады. Өзінің ақылы жетпей, отылғанын іштей сезеді де, құмырсқалардың патшасын қалайда бір сүріндірдің амалын ойлайды. Ей, құмырсқалардың патшасы, сенің басың неге сонша үлкен? Деп сұрайды. Ақылымызды молдығы шығар, тақсыр, деп жауап беріпті құмырсқалардың патшасы. Ал белің неге қылдырықтай? Дейді хан кекесінмен. Бұған да құмырсқалардың патшасы байсалды жауап қайрады. Аса ауыр жұмыстарды атқарар кезде белімізді тас қылып буып аламыз. Бүгін сізге аса зор сый-сияпат көрсетуіміз керек. Сондықтан белімізді мықтап буып алған едік. Беліміздің тым қылдырықтай көріні содан шығар. Хан құмырсқаның тапқырлығына таң-тамаша қалады. Одан әрі не сұрарын білмей ойға шомады. Сонда уәзірі, тақсыр, ақылыңыз дарияда еді. Қисынды сөзді қардай боратушы едіңіз, құмырсқалардың патшасына басқа айтарыңыздың болмағаны ма? Депті ханның көңілін аулап. Жүйелі сөзге жетесіз ғана таласады, депті сонда хан басын иіп. Мен тоқтадым. Хан үн-түнсіз түрегеліп, алныға да шықпастан үйіне қайтып кетіпті.